Дұрыс. Енді бұл тарихи шындықта, тарихта болған оқиғадан кішкене алшақтық бар балалар. Томиристің күйеуі Балқаш. Дұрыс, Нұрбану. Иә. Өлтіріп, Томириске әкеп береді. Жақсы. Сосын Томирис Кирдің басын алып, қанның қалған батырады да, соған батырып, сондай қанға толы қапшық сияқты неге басын батырады? Қанға толы торсыққа салады. Өзінің еліне жолдайды. Еркеназ, дұрыс айтасың. Парсы еліне толы меске салып, жаңағы мескеге жібереді. Экран көрініп тұр ма, балалар? Иә, көрініп тұр. Жетісудың кең ортасына апарып, алтынға бөлеп, күміс табытқа салып көміңдер. Өлді деп ешкім айтпасын. Өлгенімізді ешкім білмесін. Сақ біткен бізді тірі деп түсінсін. Біз сан далаға әлі сан рет қанша ораламыз. Балаңды құрбандыққа шалдың. Байды құрбандыққа шалдың. Майдағы шықпай тұр. Сүйгеніңнің басын алдың. Өзің ғана қалдың. Өзіңе не қалды? Не қалды? Сақ деген ел қалған жоқтан. Сақтың сардаласы жер қалған жоқтан. Ал балалар, ойынды бастайық. Аружан қол көтеріп отыр. Елес кемпір Б. Елес кемпір. Дұрыс. Ары қарай. Біз қазір 500 теңгенің сұрағына жауап бердік. Томиристің ұлының аты Спаргапис. Дұрыс. А жауабы. Дұрыс. Ары қарай. Бұл 1000 теңгелік жауап. Ары қарай. Кир көпір салған өзеннің аты. Қол көтереміз. Апай, мен айтайыншы. Айта ғой. Аракс. Амудария. Амудария. Аракс, ежелгі атауы. Жақсы. Жақсы. Ары қарай келесі сомаға өтеміз. Кім жауап береді? Қол көтереміз. Керемет, жетістік балалар. Бүгін біз миллион кімге береді ойынын бәріміз бірге отырып жеңіп шықтық. Ойынға қатысқан Аружан, Томирис, бізде Еркеназ, Назерке, осы ойынға белсенді қатысқан оқушыларға мен бір балдан беремін. Тапсырма. Исрат боламыз. Бірінші тапсырма. Суреттер галереясы әдісі бойынша. Мына жерде 3 сурет алдым. Шығарманың, яғни драманың мазмұнын ашатын. Әрбір суреттің өзіндік ойы бар. Сурет бойынша драма идеясын тап, идея арқылы көтерілген мәселені анықта. Так, мен ойымша бұл апай сол бұрынғы сақтар кезіндегі біздің еліміздің былай айтқанда қысқаша сипаты сияқты. Мысалы, жылқылар, ашық аспан, біздің жылқыда отырған сақтардың патшайымы. Енді аталған жусан барлығы осы біздің жеріміздің сипаты деп ойлаймын. Драма идеясы көк аспанның астын, көз жетпейтін кең даланы мекен еткен сақтардың кеудесін ешкімге таттатпаған жауынгерлік ерлікті дәріптеу, өскелең ұрпаққа үлгі ету. Ал көтерілген мәселе жусан жер, қайысқан қалың сақ. Егер тамыры жұлынса, бізде құрап қаламыз. Бізді құл ғып ұстау қиын. Тұяқ астында таталмайтын тәкаппар жұртпыз. Сонда осы жерде мен Зейнұрға, Аружанға, Томириске бірден бал беремін. Балдарыңызды жазып отырыңыздар. Кейіннен күнделік кезекке түсіретін боламын. Жақсы.
Енді келесі екінші оқу тапсырмасына көшеміз. Шығарма кейіпкерін табасыздар. Кім екенін анықтайсыздар. Ұлттық мүдде тұрғысынан кейіпкерге баға беріңіздер. Дәптерімізді ашып жазайық, балалар. Ең бірінші орынға өз өмірін емес, халқының өмірін ойлаған, өз елі жер үшін бәріне баратын ханшайым болған. Иә, Томиристің бойынан қандай қасиетті өзіңе алуға аласың? Бойындағы ең Батылдық, тән ерекше қасиет. батылдығы, Батылдығы. Өте жақсы. Ары қарай келесі. Балхаш Томиристің күйеуі, сақпен туыстас Тиргахаут деген тайпаның бас сардары. Дұрыс. Ол өте адал, Маған және берілген де батыл. Әйелінің намысы мен өзінің ұлы үшін кек алу мақсатында ол кирдің басын алып келген болатын. Сонымен қатар өзінің батылдығын біз әйеліне жабылған жаланы өз мойнына алғанынан байқай аламыз. Өте жақсы. Жарайсың. Кирді мен алдым. Аха. Оқу ғой. Кир парсы көсемі, патшалардың патшасының ұлы Кир, елдің байлығы деп жаздым. Дұрыс айтады. Билік құмарлығы соншалық, патшалардың патшасымын деген екен. Патшасы ұлы Кир, иә. Елдің байлығы, парсы көсемі. Елесі бәрін біліп отыратын ол көріккел кемпір болатын, ол өте айлакер болатын бір жағынан. Және де оның адалдығын біз Томириске қызмет атқарғанынан байқай аламыз. Оның арқасында Томирис Кирдің жоспарының бірін біліп қойды десек те болады. Өте жақсы, өте жақсы. Қандай жоспарын біліп қойды? Амудария өзенінің бойында көпір салып жатқандығы жайлы біліп қойды. Томиристің баласы Спаргаписті андай дұрыс жолдан тайдырады. Осын. Ең басты Билікке қарай жатады. ықтимал жауаптарды жазып қойдым. Сіздердің жазған, айтқан жауаптарыңызбен сәйкес келеді. Үшінші тапсырма. Мысалдарды оқып, өз ойыңды жинақтап, үзінділерден ұлттық құндылықтарды анықтайсыздар. Жусан қайысқан қалыңсақ. Біз көк аспан астында көз жетпейтін далада еркін өскен елміз. Егер тамырымыз жұлынса, бізде қурап жоқ боламыз. Бізді құлғып ұстау қиын, тұяқ астында тапталмайтын тәкаппар жұртпыз. Патшалардың патшасы, саған қураған шөптің не қажеті бар деп, Кирге Томиристің айтқан сөзі. Осыдан не байқайсыздар? Одан кейін шығарманың шешімі, драманың соңындағы Елес пен Томиристің диалогынан алдым. Балаңды құрбандыққа шалдың, байды құрбандыққа шалдың, сүйгеніңнің басын алдың, өзің ғана қалдың, өзіңе не қалды дейді. Сонда Томиристің жауабы, сақ деген ел қалған жоқ па? Сақтың сары даласы жер қалған жоқ па дейді. Осы жерде енді дескрипторға қараймыз. Мысалдар түсініп оқисыздар, ойыңызды жинақтайсыз, үзіндіден ұлттық құндылықты анықтайсыз. 2 үзінді бердім, 2 үзіндіге бір-бірден бал. Балалар, бұл тапсырманы дәптерге жазып, орындайсыздар. Айта ғой. Әрине сенің ойың құнды. Жусан қайысқан қалыңсақ деген өзінің жерін, елін сақтап қалу мақсатында, келісімге келу мақсатында айтылған деп ойлаймын. Сілтемені сізге жіберемін. Балалар, осы жерде сабаққа рефлексия жасаған кезде бағалау критерийін басшы қаласыздар. Бүгінгі сабақ барысында Шахимарден Құсайыновтың Томирис драмасында көтерілген мәселені анықтай алдық па? Сіз анықтай алдыңыз ба? Көтерілген мәселе бойынша ұлттық мүдде тұрғысынан талдай алдық па? Сіз талдай алдыңыз ба? Шығармадан үзінділерді қолдандыңыз ба? Қолдана алдық па? Осы бойынша өздеріңіздің ойларыңызды Padlet тақтасында жазсаңыздар болады.